Сәлем достар, осындай керемет бір холодестің рецебімен сіздермен бөліскім келіп тұр. Өте бір тамаша бұл. Өздеріңіз білесіздер, бұл таза коллаген негізі. Бұл холодес дегеніміз таза коллаген. Әрбір адам күніге осы холодестен, осы коллагеннен 100 грамдап жеп тұру керек. Бұл білесіздер, адамның буыны, дененің сырқырауы демек, бүкіл ағзаға өте пайдалы. Міне бұл холодесті қалай жасайды деңіздер. Мына сиырдың тұяғынан қазымыны бөліп барлығын сөйтіп кесіп, мына былай. Солай жасап қазанға саламыз. Мінекей тұяқтарымыздың бәрін кесіп холодеске қазанға салдық қайнатуға. Достар, міне тұяғымыз, коллагеніміз деп қойында, тұяғымыз әлі қайнап жатыр. Холодесіміз әлі қайнап жатыр. Соған біз қазір сәбіз салып жібереміз. Сәбіз дәмі одан да керемет. Енді чесногын салып жібереміз. Достар, холодеске қара бұрышын салып жатырмыз. Сосын зелендерін жақсылап салып, енді араластырамыз. Міне достар, холодесіміз дайын болды. Керемет, келіңіздер, жеп кетіңіздер, дәмін көруге. Ас болсын.